Достар, Құпия сырлар каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі оқиға кейіпкердің баяндамасы бойынша. Сіңілісінің күйеуіне ғашық болып, өз-өзін ұстай алмаған әйелдің тағдыры жайында. Осыдан 2 жыл бұрын күйеуім жол апатынан қайтыс болып, 2 баламды жетектеп, төркініме көшіп келдім. Күйеуіміз екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Сыртымыздан қараған адамдар бізге қызығады, қызғана қарайтын. Екеуіміз ауылдың махаббат дастанына айналдық. Бірақ менің бақытты күндерім ұзаққа созылмады. Тағдырымның жазғаны осы болар. Амал нешік, төркініме келдім деп те қуана алмадым. Себебі үйде анаммен бірге үлкен ағам өзінің отбасымен бірге тұратын. Олардың өздерінің 5 баласы бар. Оған менің 2 балам қосылды. Бәрі де бір үйдің еркесі мен серкесі. Үйде күнде айқай-шу басталды. Балалар ойнап жүріп, бір-бірімен төбелесіп қала беретін болды. Ал жеңгем болса, олардың ортасына түсіп, екеуміз ренжісіп қала беретін болдық. Анам менің сөзімді сөйлеп, жеңгеммен ренжісіп қала берді. Сөйтіп жүргенде Астанада жұмыс жасайтын сіңілім үйге еңбек демалысына шығып келді. Біздің жағдайымыздың шет жағасын ол да байқап қалды. Содан сіңілім, маған мұнда не бітіресің? Сол жақта жұмыс жаса. Ешкімге масыл болмай, өз күніңді өзің көресің. Мен саған көмектесемін. Балаларың да сол жаққа мектепке орналастырамыз деп айтты. Содан анам, сіңілім үшеуміз ақылдаса отырып, мен сіңіліммен бірге әсем қала Астанаға кететін болып шештім. Балаларымның мектепке баратын құжаттарын дайындап, мен де сіңіліммен бірге жолға шықтым. Астанаға барысымен таныстарымен сөйлесіп, мені бір фирмаға есепші етіп жұмысқа орналастырды. Менің балаларыммен бірге сіңілімнің үйінде тұрып жаттым. Үйдің маңындағы мектептің біріне балаларымды орналастырдым. Ауылдағы күнделікті кикілжіңнен құтылып, мамыражай өмір сүре бастадық. Күндеріміз қызыққа толып өтіп жатты. Біз 4-еуміз бақытты едік. Сіңілім сөз арасында жігітінің 1 жылға шетелге кеткенін айтып жүрді. Алғашқыда мен оған көп мән бермейтінмін. Оның сөзінен, жүзінен бал-бұл жанған бақытты көріп, қызға қарайтынмын. Сіңілімнің бақытты болуын тілейтін едім. Уақыт деген зымырап өте шығады екен. Көзі ашып жұмғанша 1 жылда өте шықты. Бір күні үйге жұмыстан келсем, үйде бір ер адамның аяқ киімі тұр. Алғашында туысымыз келген болар деп ойладым. Есіктен кіріп келсем, төрде ұзын бойлы, алып денелі, қыр мұрында қара торы келген жігіт отыр. Бұл жігіттің сұлулығына ұзақ қарап тұрсам керек, бір қарағанда менің бұрынғы күйеуіме ұқсап кетеді екен. Тура бір көз алдыма жолдасым қайта тіріліп келгендей, денем дірілдеп қалшып тұрдым да қалдым. Сіңілім қасыма келіп, әпкетай, танысып қой, бұл сенің болашақ күйеу балаң деді. Бұл сөзді естігенде төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Себебі мен оның сіңілімнің жігіті болғанын қаламап едім. Отырып бәріміз шай ішіп сөйлестік. Ол сіңіліме үлкен сүйіспеншілікпен қарайды. Екеуі болашаққа үлкен жоспар құрып қойған екен. Сіңілім маған өзінің қуанышын айтып мәз-мейрам. Сіңілімнің жігіті алыс сапардан бәрімізге де сыйлық алып келіпті. Балаларым оған қуанып жүр. Олардың күлкісін көріп мен де қуанып қалдым. Сол күннен бастап менің ойымнан сіңілімнің жігіті кетпей қойды. Жұмыста отырсам да соны ойлаймын. Үйге қарай асығамын. Үйге ол келіп, мені күтіп отырғандай болады. Ол бізді киноға апарып, әсем қала Астананы аралатты. Күнде кешкісін сіңілімді жұмыстан және менің балаларымды мектептен алып қайтады. Олар мені де алып келіп кететін болды. Мен соған кәдімгідей үйреніп қалдым. Сөйтіп жүргенде балаларым жазғы демалысқа шықты. Оларды ауылға апарып тастау керек болды. Мен ауылға бармаудың амалын жасауға кірістім. Жұмыстан келіп, сіңіліме мені жұмыстан жібермей жатыр. Бізде тексеру болады.
Сен кішігірім бастықсың ғой, балаларды өзің апарып тастарсың деп айттым. Сіңілім бірден келісті. Жігіті оларды ауылға шығарып салды. Сіңілімнің ойында арам ойы жоқ. Жігітіне мен жоқта, менің әпшеме барып жағдайын сұрап тұр. Жалғыз өзі іші пысып кетпесін. Сенбі күні апатайым бір тойға барады. Кешкісін алып қайтарсын деп, жігітіне мені аманат етіп тастап кетті. Сіңілімнің жігіті күн сайын маған хабарласып, жағдайымды біліп тұрды. Қолы босағанда мені жұмыстан алып, үйге апарып тастайтын болды. Мен оның бұл ісіне қатты қуанып жүрдім. Өзімді оның қасында бақытты сезіндім. Сіңілімнің емес, тура бір менің жігітімдей қарайтын едім. Жұмыстағы бір құрбымның тойына бардым. Қыздармен отырып, шарапты біраз сілтеп жіберіппін. Өзімнің мас болып қалғанымды сыртқа шыққанда ғана білдім. Сіңілімнің жігіті сөзінде тұрып, мені үйге жеткізіп тастауға келді. Көліктің есігін ашып, мені тосып тұрды. Қасындағы қыздар оны көріп, маған қызыға қарады. Бетімнен сүйіп қоштасқан қыздар, жігітің ба деп сұрап үлгерді. Бірақ мен оларға сіңілімнің жігіті деп айта алмадым. Иә деп басымды изедім. Жол бойы ол сіңілім туралы айтып келеді. Оның бір сөзін естісем, екінші сөзіне мән берер емеспін. Басым айналып, жүрегім айнып зорға отырмын. Үйге келіп, көліктен түсейін десем, аяғымды баса алар емеспін. Өзімнің жүруге шамам келмей тұрғанын байқаған ол, дереу менің қолтығымнан сүйеп, үйге кіргізді. Диванға отырдым да, өкпем қысылып барады. Менің қасымда болшы деп өтіндім. Тойға киген көйлегімді шешуге көмектесуін сұрадым. Ойында арамдығы жоқ, менің қысылып тұрған болар деп көмектесті. Мастықпен сіңілімнің жігітін құшақтап сүйе бастадым. Ол менің мұндай әрекетті күтпесе керек, шошып кетті. Ол қанша менен сытылып шықпақ болды, бірақ мен оның әлсіздігін пайдаландым. Еркек адам әйел заты өзі мойның асылғанда шыдай алмасы белгілі емес пе? Оны да алдамшы сезім жеңді. Ол өзінің жасаған әрекетіне қатты қысылып, орнынан тұрды да, қазір саған су әкеліп беремін деп шығып кетті. Содан үйге қайтып келмеді. Біраз күн хабарласпай да кетті. Мен мастықпен жасаған әрекетіме қатты қысылдым. Бірақ мен оны әлі де жанынан артық сүйемін. Сіңілім келетін күні ол маған қоңырау шалып, менің жаныма еш нәрседе айтпай-ақ қоялық. Бәрі де біздің арамызда қалсын, мен сізді түсінемін деп айтты. Сіңілім келді. Қазір олар тойдың қамына кірісіп кетті. Сіңілімнің ойында еш нәрсе жоқ, маған сырын айтып, қуанып мәз болып жүр. Ал менің болса, жүрегім қанжылайды. Жаңа жылдан кейін олар үйленіп бөлек кетеді. Мен оны сіңілімнен қатты қызғанамын. Өзімді әзер дегенде ұстаймын. Ол сіңілімнің қасына жақындап, күліп әңгіме айтқанын көргенде, өзімді қоярға жер таппай кетемін. Олар үйленіп, үйлі болғанда қайтемін. Өзегімді өртеген махаббат отын естимін. Сол түннен кейін оған деген махаббатым күшейе түсті. Оған шын ғашық екенімді сезіндім. Әлде сіңіліме бар шындықты айтсам бекен? Шындықты айтып, жеңілдеп қалар мекенмін. Сіңіліме бар шындықты айтсам, ол мені түсінер мекен. Сіңіліме айтқан менде ол маған келмейтіні белгілі. Оның жігіті менің оған деген сезімімді біледі. Білсе де білмеген кейіп танытады. Ал сіңілім болса, одан мүлдем бейхабар. Сіздердің бұл жағдайға деген ойларыңыз қандай? Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер.